Қайырлы күн, бүгін сіздермен осындай қытырлақ нандар, яғни кирешкиді үй жағдайында бірге дайындайтын боламыз. Нанымызды алып, видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Көлемі үлкен ыдысымызды алып, турап алған нандарымызды салып шығамыз. Енді қоспасын дайындаймыз. Мен нанымның көлеміне қарай 5 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық қара бұрыш, 1 ас қасық паприка, және де осындай үйде роллтон приправасы бар еді, содан 1 ас қасық қостым. Егер де ащы болғанын қаласаңыздар, қасықтың ұшымен осылай ащы қосып жіберсеңіздер болады. Одан соң дайындалған сұйықтығымызды жақсылап араластырып, нанымызға осылай салып сеуіп шығамыз. Толықтай салып болғаннан соң, егер сіздің ыдысыңыздың қақпағы болатын болса, қақпағын жауып, осылай ұрғылап, айналдырып отырып араластырсаңыз, жақсы бір келкі болып шығады. Табамызды алып, дайын болған нанымызды бір келкетіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. 15 минут сайын алып, осылай араластырып тұрыңыздар. Сол кезде барлығы жағы пісіп, осылай алтын түстес болып, қытырлап, әдемі болып шығады. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Жазира ас болсын.